Қазақ халқы мүшел жасқа ерекше мән берген. Бұл дәстүрдің психологиялық негізі неде деп ойлайсыз? Мүшел жас дегеніміз адам өмірінің әр 12 жыл сайын қайталанып отыратын маңызды биологиялық және психологиялық белесі. Қазақтар әр мүшелді әр адамның жаңа өмір сатысына өтуі деп есептеген. Қазақта әр мүшел жастар 13 жас, 25 жас, 37 жас, 49 жас, 51 жас, 61 жас, 73 жас, 85 жас. Бұл мүшел жасқа қалай сақтануымыз керек? Бұл мүшел жаста қазақ халқы жас өмір мен өлімнің ескі мен жаңаның шекарасы дейді. Бұл кезде адам ағзасы мен психикасында табиғи дағдарыс, яғни өтпелі күй байқалады. Сондықтан бұрынғыдан гөрі әлсіз, ойшыл, көңілшек немесе мазасыз болуы мүмкін. Бұл мүшел жаста әр адам өзінің жаңа киімін өзгеге сыйлау, ескі заттардан арылу, құрбан шалу, садақа беру болып табылады. Бұның барлығы адамның ішкі қорқынышын жеңілдету, өзіне психологиялық демеу беру тәсілдері. Психологиялық тұрғыдан айтқанда, бұл терапиялық және өзін-өзі сендіру әдісі болып табылады. Енді қорыта келгенде, мүшел жасқа сақтану адамның рухани жаңару кезеңі. Ол сақтану оның психологиялық тепе-теңдігін сақтау тәртібі және психологиялық қайта түлеуін мойындау. Әр психологтың, әр адамның өз өмір жолын жауапкершілікпен қарауға, өткенге есеп беріп, болашаққа дайындалуға, ішкі қорқыныш жеңуге мүмкіндік береді.